Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ағайын, құрметті туыс бауырлар, соның ішінде мына төрт қара тәлтекем әулетінен тараған барша ізгі ұрпақтарға Алла разы болсын. Сіздер осы мешітке деген қамқорлықтарыңызды өткен жылы осы мешіт салатында да көрсеттіңіздер. Алла разы болсын. Мына перзенттеріңіз деген үлкен осындай елге, халыққа пайдасы тиетін парасатты үлкен ұрпақтардан болуын Алла нәсіп етсін. Міне осы жақын арада енді тағы да Құдай қаласа осы мешіттің жанына асхана саламыз ба деп талап қойып жатырмыз. Міне соған да алғашқылардан болып өздеріңіз келіп мінекей игі қолдарыңызды созып жатсыздар, көмек қолдарыңызды. Алла разы болсын. Құдай қаласа ертең ол сол салынған асхананың ішінде иншалла елге, халыққа пайдасы тиетін үлкен уағыз насихаттар болады. Ол жерде Құран аяттары оқылады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ғибратты хадистер айтылады. Мінекей осы ізгі амалдарға сіздер мінекей мұрындық болып басынан келіп жәрдем қолдарын созып жатсыздар. Алла разы болсын сіздерге. Алла тағала осындай сіздерді елдің, халықтың үлкен ізгілігінде жүре беруді Алла тағала насip етсін сіздерге. Рахмет, Алла разы болсын. Әрекет бата беріңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve akıbeti lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbim Allah Teala, dinimizge kuvvet ver Allah, din yolunda bildilerini talabına, ağırlarını ve şifa ve olmasınız ama şükür vermez. Allah hasiyette Ramazan ayında vermez. Sadakalarımız Allah Teala kabul olsun, iyi ömürde bahtın versin, abroyun versin. Allah Teala izgi amallarınızı bu dünyada da ahirette de gözlerinize şefaat etmeyi Allah nasip etsin. Allah Teala sizlerin izlerine yerетін ұрпақтарыңыз елге, халыққа пайдасы ететін білімді, ілімді, парасатты ұрпақтардың ата-анасы болуды Allah nasip etsin. Allah Teala келесі Рамазан айында да сіздер мен біздердің аман-есен қауышуымызды Allah nasip етсін. Аралдарында тәлтекем ағайындардың мешіт құрылысына өзінің 30 мың теңге үлесі бар. Соны қабыл алыңыз. Рахмет.